Әрбір ауданда 2 мобильдік топ жұмыс істейді. Ол мобильдік топтар біреу күндіз, біреу кешкілікте істейді. Қазіргі таңда карантин шаралары қата күшейтіліп жатыр. Сондықтан мобильдік топтардың тексеретін халықтың көп болатын жерлері, олар міне базарлар, қоғамдық тамақтану орындары, мектептер тексеріледі, өндірістік кәсіпорындар тексеріледі. Енді осы тексеру барысында бірталай кемшіліктер анықталып жатыр. Оның ең бірінші кемшіліктердің бастысы ол жұмыс ережесі графиктің сақталмауы. Маска бізде бетперде дейміз ғой, соны халық дұрыс кимейді. Социальный дистанция дейді, сол сақталмайды. Кассаларда халықтың топталуы көп. Санитайзерлар ілініп тұрғанмен қазір көп кәсіпорындарда оны халық қолданбайды. Енді осы бұзушылықтар анықталған жағдайда бізде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне байланысты 425 бабының 1 бөліміне байланысты бізде әкімшілік айыппұл салынады. Бүгінгі таңда біздің қала бойынша 800 рейд жүргізілді, 800-ден артық 630-дай әкімшілік айыппұл салынды. Бұл енді жеке тұлғаларға 30 айлық көрсеткішпен салынады, кәсіпкерлерге 230 мөлшерінде, орта кәсіпкерлікке 310 мөлшерінде, ал ірі кәсіпорындарға 1600 айлық көрсеткіш есебінде. Енді бүгінгі күні осы біздің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 630-дан артық айыппұл салынды әкімшілік, 133 миллионнан артық сомада қазынаға түскен.